Хей, бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен Еркош KZ. Мен бүгін достар жаңа Майнкрафттағы выживанымды жалғастыратын болам. Бұл достар уже 6-шы бөлім. Егер достар видео күткен болсаңыздар, сразу лайктарыңызды басып каналға тіркеліңіздер. Ал достар, мен видеомды бастаймын. Ал короче достар, мен дейтін бүгінгі бөлімде негізі егін шаруашылықпен айналысам. Так достар, қараңыздар, мен дейтін уже нәшіке егіндер егіп қойдым достар енді. Мен дейтін достар, осы видеоның алдына видео түсірдім, ол видео өшіп қалды өкінішке орай достар. Ол видеода мен дейтін осы егіндерімді еккен болатын. Өкінішке орай достар, ол видео өшіп қалды. Осының барлығын істеген өшіп қалды достар. Енді мен дейтін осы егінді істеп қойдым уже достар. Енді мен дейтін бүгінгі бөлімде енді егін шаруашылықпен айналысу керек болатынмын, бірақ ол видео өшіп қалған болғандықтан достар, мен дейтін достар бүгін мал шаруашылықпен айналысам деп шештім. Себебі мен дейтін бүгін мал шаруашылықпен айналысам. Так достар, менде дейтін мына дейтін ағаштар бар мінекей. Қазір мен өзіме осы ағаштардан забор жасаймын достар. Так менде қанша үш-ақ забор бар екен достар. 3 қана забор бар екен, және маған дейтін достар ағаштар жинап келу керек, және ағаштар жинаған соң маған дейтін достар. Так ема мына крипер жүр менің үйімнің қасында. Ема. Так мына криперден қалай құтылсам болады? Так достар, маған дейтін мына криперден құтылу керек. Мына крипер менің үйімнің кілт алқанын шығарады. Ема, мына криперін істеп тұр. Достар, мына криперден қалай құтыламын? Қалай құтыламын деген, қалай құтыламын деппін. Ема достар, нешті криперін істеп жүр. Ё-моё, так мен дейтін тамағымды жеп алайын достар, менің қарным ашып тұр. Так, все, жедім. Так, мына крипер дейтін ана жаққа кетіп қалған кезде мен дейтін шығып кетуім керекпін. Так, все достар, шығып кеттім. Так достар, мен дейтін мынаның барлығын істегенде сіздер көре алмайсыздар, ол видео өшіп қалды өкінішке орай. Так, енді маған дейтін достар қазір ағаштар жинап келу керек. Ағаштар дейтін мына достар, менде дейтін ағаштар мына өсіп тұр мінекей. Так, осы ағаштардың барлығын жинау керек маған дейтін, содан соң өзіме қора жасаймын достар. Так, өте айтпақшы мына крипер жүрген сияқты. Так, ойбай достар, маған дейтін мына скелет өлтіріп тастау керек. Золотой бір нәрсе бар екен. Так, өлтіріп тастай салайын. Так, хоп. Так, ойбай. Крипер келді достар. Жо, крипер жармау керек криперді. Ай, жарып кетті, білейін. Жармайын ба деп едім достар. Керемет достар, астынан угіл шықты. Оппана достар, угіл шықты, керемет. Кәмін осы угілдер жинап алам. Маған итакты угіл керек болып тұреді достар, себебі менің үйімде угілдер дейтін бітіп қалған болатын. Угілдер бітіп қалды достар. Вообще угіл жоқ менің үйімде, сол себептен осы угілдер жинап алайын достар. Жақсы болды достар. Угіл дейтін как раз керек болып жүреді. Тамақ пісіруге, заттар күйдіруге, слиптықтарды соларды күйдіруге достар. Так, енді мен дейтін осыларды қазір жинап алайын угілдерімді. Содан соң дейтін өзімнің ағаштарымды жинауды жалғастыратын болам. Так, әуелі мына угілдердің барлығын алып алайын да, сосын ағаштарымды сындырып бастайын. Так, нешті угіл дейтін шамалы нормально бар екен достар. Так, астына тағы угіл шықты, керемет. Так, енді осы угілдерді алып аламыз. Енді мына угілдерді аламыз. Так, ема мына угілдер дейтін шамалы көптеу екен. Нормально болады достар, сол угілдер дейтін бізге. Так, енді барлығын жинап алу керек бізге. Так, сосын менің уже қарным ашып тұр достар, жаңа мене скелет атқан кезде уже мен дейтін азайып кетті, және қарным ашып қалыпты. Так, опа, астында тағы да угіл жатыр достар. Осы угілдердің барлығын алып кете салу керек. Так достар, уже біздерде күн батып жатыр. Қараңғы батып. Так, бізге енді жетіп жоғары қарай шығып кету керек. Ема достар, астында тағы да угіл жатыр, қараңыздар. Ема не деген бітпейтін угілдер мынау. Так, ема достар, мына угілдер дейтін нормально көптеу екен, нормально достар. Угілдер дейтін жетеді екен мына дейтін. Ема керемет, просто осылардың барлығын жинап аламыз. Так, достар, қапталымызда тағы бар екен мінекей. Керемет достар, угілдер дейтін мына көп екен. Жақсы болды достар, маған угілдер керек болып жүреді негізінде. Так, ойсып сындыра аламыз. Так, бітті деп едім достар, мына тағы да угілдер бар екен. Как раз менде факел бар достар. Факелді өзімнің үйімнен алып келдім. Үйімде артық қалып қойған факел бол дейтін. Так, енді нәштегі угілдерді алып алайық. Так, бізде қанша угіл бар? Бізде 32 угіл бар екен достар. Нормально достар, 32 угіл дейтін. Так, бізге енді достар жоғары қарай шығып кету керек. Ал жоғары қарай шығып кету үшін біз дейтін өзіміздің жерімізді қолданамыз. Так, достар, енді бізге дейтін тезірек жоғары шығып кету керек. Уже түн болып кетті, ебана достар. Түн болып кетті біздер дейтін. Так, осылай жоғары қарай шығып кетеміз. Так, тез достар, бізге ойбай қатып кетті. Енді тезірек үйіме кетіп қалу керек, маған керек достар.
себебі маған тезірек таң аттырып жіберу керек. Маған бірінші ұйықтап алайын достар. Сосын барып мен дейтін өзімнің ағаштарымды сындырамын. Содан соң мал шаруашылық айналысу керек достар. Маған дейтін бүгін барынша малды тауып сол мал шаруашылық айналысу керек. Ой, мына есік жабылмай қалды. Ой, достар, мына зомбилерді келмейтін кезде келе қалады ғой. Кетер зомби. Тағы бір удар достар. Ой, хоппа, все, өлді. Есік болайын. Все, достар, есік жабылды. Менде аздап қартып отыр енді достар. Енді ұйықтап аламыз. Давайте ұйықтап алу керек. Бот достар, біз дейтін ұйықтап болдық. Мына дейтін скелеттер, зомбилер күл деппін ғой. Күйіп жатыр, күнге өртеніп. Ой, мына қатып отыр менде шал достар. Все, енді бізге дейтін ағаштар жинау керек достар. Бізге іште тұрған ағаштардың барлығын жинау. Маған дейтін қазір забор жасау үшін өте көп ағаштар қажет. Осы ағаштардың барлығын жинап алу керек маған дейтін достар. Енді осы ағаштардың барлығын жинап отыр дейтін сіздердің іштеріңізді пыстырып жібереді. Сондықтан достар, мен дейтін уақыт ұзбау үшін мен дейтін қазір видеоны пауза қояйын достар. Содан соң паузадан кейін өзім көптеген ағаштар жинайтын боламын. Ал достар, мен дейтін 53 дубовый бревно жинадым достар. Енді қазір мен дейтін осылардың барлығынан өзіме достар доскілер жасап алатын боламын. Бізге достар уже кеш болып кетті, мінекей қараңғы түсіп бара жатыр. Енді достар, маған дейін қазір моптар шықпай жатып ұйықтап алу керек бірінші. Содан соң достар, мен дейтін келесі күнге моп деппін ғой. Короче, мал шаруашылығымен айналысамын қазір достар. Мен дейтін қараңға батсын яқта дейтін. Әзірше мен дейтін достар яқта доскілер жасап қоя берейін. Мен дейтін достар 53 бревно жинап тастаппын дубовый. Енді осылардың барлығына мен дейтін өзіме осылай доскілер жасап берейін, әйтпесе үлгермей қаламын келесі күнге. Сол себептен дейтін дәл қазірден бастап жасап берейін, осылай доскілер толтырып. Осылардың барлығынан осылай өстіп доскілер жасап. Бізге дейтін достар қой және сиырларды қамау керек қораға. Және тауық қораны жасау үшін маған семена керек достар. Короче достарым, дейтін енді бүгінгі бөлімде мал қораны жасауға тырысатын боламын. Енді малды до конца мал тауып, мал қораны жасап, сосын мал шаруашылықпен айналысу керек. Короче, маған дейтін все достарым, дейтін ертеңгі күн басталды. Енді достарым, мен яқтан дейтін өзіме палкалар жасаймын. Және заборлар жасау керек. Менде 3 қана забор бар. Яқта 9 забор жасауға болады екен. 9 забор жасап аламыз. Енді палкалар жасап аламыз өзімізге. Палкалар жасаймыз. Бізге дейтін қорамызды үлкейту керек достар. Малдың тұратын қорасын үлкейту керек. Мал дейтін үлкен қорда тұру керек, себебі әйтпесе сыймай қалады егер үлкен қып жасамасақ. Уже бізде қаншау шықты? Бір стек шығады. Жоқ, бір стек шыққан жоқ, 54 шықты достар. Осы есептеген ойдамын достар. Енді қазір жасаймыз. Мен дейтін достар қай жер жасайтынымды білемін. Үйіміздің алдына жасаймыз. Енді дәл алдына емес, енді достар қазір дейтін осындай бір жерлерге жасаймыз. Мінекей осы бір жерлерге жасаймыз. Үйіміз деппін ғой. Мал қораны все достар, осы жерден жасап бастаймыз енді. Сосын осының ішіне дейтін біз жануарларды қамап бастаймыз. Бұл жерде сиыр тұрады және қой тұрады достар. Ал оларды қораға кіргізу үшін маған дейтін пшеница керек. Менде дейтін ана егіп қойған егінінде уже пшеницалар өсіп жатыр деппін ғой, өсіп жатыр пшеницалар. Енді сол пшеницалардың барлығы өсіп болған соң мен дейтін сол пшеницаларды сындырып алатын болам, және сол арқылы малды өзіме шақырып қораға осылай қамап қоятын болам. Бізде дейтін қораны үлкейту керек шамалы. Бізге заборлар жетпей қалатын сияқты достар. Сиыр қора бөлек тұрады. Короче, сиырлар бөлек тұрады, қой бөлек тұрады дегендей, тауық бөлек тұрады дегендей. Мен сөйтіп болам. Бірінші мен ар жағынан қойып бастайын заборларды. Мыналардың барлығы бөлек тұру керек қорада дейтін. Достар, мына жерге дейтін бүйтіп жерлерді қойып тастаймыз. Осылай қойып тастаймыз жерлерімізді. Мінекей осылай қойып тастаймыз. Все, енді ішкі бүйтіп заборларды саламыз. Өстіп. Осылай. Ойбай, қайда қойып жүрдім мынаны? Сындырып алайын. Все, сынды, все деген. Енді осылай істейміз. Және осылай өсіп, енді өсіп қисығынан кетіре салайын достар. Себебі дейтін яқта дейтін қателік болып қалды. Жаңа жеріне жетіспей қалды ма, сондан қателік болып кетті. Енді достар өсіп жасай салайын енді. Ренжімеңіздер оған.
Енді осылай істей салайын енді. Так, мына жақта сиыр қора дейтін тым тарау кеткен сияқты нормально болады достар. Ішіне сиырлар сыйса болды. Енді кейін сиырлар көбейіп жатса өлтіре саламын оларды. Себебі дейтін маған дейтін олардың еттері қажет. Так достар, маған дейтін тағы да заборлар жасау керек, еще ворота жасау керек. Мына малқораның есігінің ворота жасау үшін дейтін маған дейтін қазір тағы ағаштар керек. Ағаштар бар менде уже. Қанша стактай бар екен білмеймін енді. Так, менде қанша стак қалды. Так, верстакқа кіреміз. Так, екі стактай бар екен. Так, енді тағы да палка жасаймыз. Так, ой мой, так палка жасаймыз. Так, қанша палка шыққанын білмеймін. Так, все достар, енді тағы да заборлар істейміз. Так, тағы да заборлар істейміз. Енді үшінші қорамызды істейміз. Ол қорада біз дейтін тауық тұрады достар. Тауық қора тұрады, короче. Так, және ворота істеуді ұмытып кетпейік достар. Бізге ворота жасау керек. Так, тағы да палка істейміз. Палка. Так, палка, мінекей, все, палкамыз жасадық. Так, ой мой. Так, тағы екі ворота керек. Сосын болды достар, яғни 3 ворота дайын біздерде. Және достар, бізде дейтін қорамыздың іші жарық болу үшін осылай факелдерімізді алып қоямыз. Так, енді достар, біз дейтін енді былай істейміз. Так, енді мына қорамыздың да жеріне бүйтіп ворота қойып қоямыз. Так, бірінші ішіне бүйтіп өстіп факел орнатып қоя салайық. Так, бір факел болады достар, енді жарық болып тұрады. Бұл дейтін бір факелдің өзі. Так, осылай қойып қоямыз. Так, осылай воротаны қойып қоямыз. Болды, енді тағы неға тауық қора жасау керек. Енді нәшітке тауық қора. Так, неқта бір қой жүрген. Так, енді осылай тауық қорамыз істейміз. Ё-мое, достар, неқта что-то жерлер дұрыс болмай жатыр достар. Так, неқта маған дейтін жерлер жинап көру керек. Әйтпесе достар дейтін неққа не сыймай қалады тауықтардың. Тауық қора дейтін вообще бір түрлі көп достар, қисеп кетті ма әлде. Дейтін оларды дұрыстап істеу керек. Нәшітте жерлерді сындырып алу керек маған дейтін. Так, достар, дейтін барлығын істеп болған соң өз видеомды жалғастырамын. Ал короче достар, мінекей менің дейтін барлық мал қорамды осылай істеп тастадым. Мінекей достар, осы болады деген ойдамын. Ішінде факелдер қойдым достар. Енді маған дейтін малды қамау достар. Так, енді егін фермамдан достар осы нәшіттен пшеница алып кету керек. Так, пшеница бар екен мінекей. Так, пшеница алып кете салайын. Так, енді екі пшеница бар екен. Енді маған дейтін семенамды алайын. Семенамды алып егіп қоюым керек қайтадан. Так, өстіп қайтадан егіп қоямыз. Так, все, енді нәшіттегі пшеницаны алып кету керек бізге дейтін. Так, мына пшеницаны алып кету керек бізге. Осы пшеницаны алып кету керек. Вот достар, енді бізде екі семена бар, екі семена. Енді достар, өзіме дейтін малдарды шақыруым керекпін. Жаңақта қой жүрген алатын достар. Так, осы қойды алып қораға кіргізген соң өзімнің видеомды жалғастырамын. Әйтпесе видео дейтін там болып кетті. Так, короче достар, қараңыздар, мен дейтін жақын жерде жүрген екі қойды мінекей өстіп әкеліп қорама кіргізіп қойдым. Және достар, тағы да бір тауықты кіргізіп қойдым. Бұл да жақын жерде жүр екен. Так, енді достар, мінекей мына екі қойға өстіп шөбімді беріп тастайын. Өзімде тұрған пшеницаны беріп тастайын, олар жесін және көбейсін. Так, мінекей өсіп көбейеді достар, жүректе шығып кетеді, өсіп көбейеді. Все достар, мен дейтін енді бізде дейтін 3 қой болады достар. Так, уже біздерде тым батып бара жатыр достар енді. Так, неқта уже сиырлар жоқ екен достар, жаңа қарап едім. Так, дұрыстап қарау керек достар, мен дейтін жаңа пауза қойғаныңызды дұрыс қарамадым. Тек жақын жерде айналып қарай салдым достар. Енді мен дейтін бірінші ұйықтап алайын достар. Маған дейтін ұйықтап алу керек, әйтпесе дейтін қазір түнімен зомбилер келеді да маған шабуылдайды. Сол себептен маған ұйықтап алу керек. Так, все, енді ұйықтадым. Ұйықтап болған соң мен дейтін достар сиыр іздеймін енді. Маған керек сиыр және бір тауық достар. Екі сиыр, бір тауық іздеу керек маған дейтін енді. Так, маған енді екі сиыр, бір тауық іздеу керек. Басқа жақтардан іздеу керек достар. Мына жақтардан, осы мен бара жатқан жақтардан іздеу керек. Сиыр дейтін осы жақтарда жүру керек дейтін. Так, дейтін деппін ғой. Осы жақтарда жүру керек негізінде достар, сиыр дейтін. Так, сиырлар қай жақта өзі. Так, іздеу керек олар достар, сиырлар дейтін бір жүру керек негізінде. Так, қайда? Достар, тауық неқта. Тауықтың өзі ме, балапаным әлде? Так, тауықтың балапаны екен достар, онда шақырып аласың өзіме. Так, давай кел. Так, тауықтың балапаны, давай кел. Достар, мынау неққа келген соң видеоны жалғастырамын. Ал достар, қараңыздар, мен дейтін кішкентай тауықтың балапанын мінекей кіргізіп қойдым достар қорама. Енді маған дейін достар сиыр іздеу керек. Ё-мое достар, енді маған сиыр іздеу керек. Сиырды қаяқтан тапсам болады? Маған енді сиыр іздеу керек достар. Сиыр дейтін бір жерлерде жүру керек негізінде, осындай жерлерден жүру керек қой негізі. Сиыр дейтін қаяқта екенін білмеймін, бірақ достар. Так, сиыр қайда өзі? Ё-мое.
Сиыр іздеу керек достар. Сиыр дейтін қорама қамап қоятын. Енді екі қой таптым, екі тауық таптым, біреу балапан оның. О, ұятта екі тауық жүр екен, так олар жүре берсін, жарайды. Бұларды кіргізіп әуре болмай қояйын, так мынаяқта дейтін маған сиыр іздеу керек достар. Так сиыр іздеу керек достар, маған дейтін ё-моё, сиыр керек. Ой, мынаяқта бак болады достар. Осындай бір бак болып жатыр. Ой, мынаяқта неге сындырдым, ё-моё. Неге сындырғанымды өзім де білмей қалдым. Так короче, достар, мынаяқта дейтін бак болып осындай кейде қуып кететін, менде Майнкрафтты қатқаннан өсіп көрінбей қалады, кейде блоктар дейтін. Енді өйстіп бақыт болып тұр. Арасында достар енді өйстіп қатады. Оған ренжімеңіздер, мән бермей қойыңыздар. Менде енді қатады өйстіп шамалы. Так мына шошқаны кіргізіп алайын десем, менде андай не жоқ достар. Сәбіз жоқ, сол себептен ол шошқаны кіргізбей ақ қояйын. Екі қой, екі тауық. Так достарым дейтін қонда семенамды алайын да, мына тауықты өзім шақырып алайын. Так давай, ойбай. Так давай тауық бергіл, давай тауықты кіргізіп алу керек маған дейтін қорама. Так себебі менде дейтін тауықты көбейту керек достар. Тауықты көбейту үшін маған дейтін осы семеналар қажет. Және қойларды көбейту үшін пшеница қажет. Так достар, маған дейтін сиыр іздеу керек. Ё-моё достар, сиыр қайда өзі? Бағана ғана осы видеоның бас жағында жүреді достар, сиыр дейтін. Қайда кеткенін білмеймін. Достарым дейтін тауықты қорама қамаған соң өз видеомды жалғастырамын. Так достарым дейтін сиыр іздеп келе жатқан іштен мынандай асқабақтар тауып алдым достар. Осы асқабақты енді мен сындырып алайын өзіме. Так маған дейтін сиыр іздеу керек. Осы мінекей мен дейтін ұзағы жүріп әйтеуір дегенде бір ғана сиыр таптым достар. Бірақ сиыр таптым, енді екінші сиырды табу керек. Ол екінші сиырға жүруін білмеймін, бірақ достар мен бір ғана сиыр таптым. Енді осы сиырды үйімнің қасындағы қорама кіргізіп қою керек достар. Короче, так енді давай мына сиыр артынан давай тез жүр, давай. Так артынан жүгіріп жүреді екен. Так енді тездетіп жүрсең артынан. Так достар, енді қазір сиырды өзінің үй жағында қорама қамаған соң өзінің видеомды жалғастырамын достар. Енді мен өзім пауза қойдым. Ал достар, мінекей мен дейтін жаңағы бір ғана сиырды әйтеуір дегенде қорама әкеліп қамадым достар. Енді осы жерден видеомды аяқтайтын сияқтымын достар. Себебі екінші сиырды мен дейтін келесі бөлімде іздейтін боламын достар. Келесі бөлімге достар екінші сиырды дайындап қоямын. Енді уже достар кеш батып кетті мінекей достар, және менің дейтін видеом дейтін өте ұзақ болып кетті. Енді достар дейтін видеомды аяқтай беретін сияқтымын, себебі видео ұзақ болды. Енді бүгінгі күнде әйтеуір дегенде мал қора жасадым және малдарды қамап қойдым. Енді екінші сиырды келесі бөлімге дайындап қоямын достар. Ал ендеше осымен видеомды аяқтайын. Ал мінекей достарым дейтін енді осымен видеомды аяқтаймын. Видеодан болса лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және комментарий жазып кетіңіздер достар. Ал ендеше достар, сіздермен болған мен Ербош KZ. Келесі кездескенше сау болыңыздар.